Сары суды көпшілігіміз білеміз, себебі анамыздың ірімшік пен сүзбе жасағанда артық қалдықтары деп төгіп тастайтынын көргенбіз. Дегенмен сары су медицинада, аспаздықта және косметологияда кең қолданысқа ие. Оның адам денсаулығы үшін сан түрлі пайдасы бар. Төменнен таныса отырыңыздар. Сары су сүт өнімдеріне жатады және ақуызға өте бай. Сол себепті оны ішкенде аштықты қатты сезінбейсің, әрі құрамында май болмайтындықтан артық салмақтан арылу үшін пайдасы орасан зор. Сонымен қатар, құрамында бағалы микроэлементтер калий, кальций, магний, фосфор бар және А, Е, С, Б тобындағы барлық дәрумендер кездеседі. Сары судың құрамындағы 200-ге жуық құнарлы зат пен биологиялық белсенді элемент адам денсаулығы үшін өте пайдалы. Сусынның пайдасы: бүйрек пен бауыр жұмысын жақсартады, ішектің жиырылуын арттырады, ағзадағы артық сұйықтықты шығарады, шлак пен улы заттарды жояды, жүк таналарға өте пайдалы, қан айналу жұмысын жақсартады және жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларын болдырмайды. Қан қысымының артуын қадағалайды және буын ауруының алдын алады. Тері ауруларын емдейді. Асқазан ауруларының алдын алып, жарасын жазады. Жүйке жүйесін тыныштандырып, бет терісін тегістейді. Тамақтан уланған кезде және созылмалы іш қатуға жақсы көмектеседі. Ұйқы безінің қабынуын емдейді. Жүректің ұстамалы ауруының алдын алады. Мидың қан айналу жұмысын реттейді. Қант диабетімен ауыратындарға жақсы дәрі болып табылады. Артық салмақтан құтылуға көмектеседі. Несеп жолында тас пайда болған ауруларға күніне 1 стаканнан ішу керек. Қақырық түсіруге көмектеседі. Косметологтар сары судың бетті ағартатын, теріні тазалап, жасартатын және шашты қатайтып, жылтырататын қасиетке екенін айтады. Бірінші, бетіңіздегі бөртпелер мен дақтарды кетіру үшін бірдей көлемде сары су мен сүзбені араластырып, бетіңізге маска жасайсыз. Шамамен 10-15 минуттан соң салқын сумен жуыңыз. Нәтижесін жуық арада көресіз. Екінші, бетті ағарту үшін сары су мен лимон шырынын араластырып, бетті сүртесіз. Үшінші, сары сумен шашты жуатын болса, шаш түбі қатайып, қайраттанады, әрі жылтырап, жібектей жұмсақ болады. Ескерту: қарсы көрсетімдері бар. Егерде сіздің сүт сары суының құрамындағы кейбір заттарға сезімталдығыңыз жоғары болып, аллергия шақырса, қолданбаған абзал. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.